Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің тарихымен бірге жасасып келе жатқан бөлімдердің бірі информатика бөлімі. Сондықтан бұл бөлім колледждегі алдыңғы қатарлы бөлім болып есептелінеді. Информатика бөлімінде барлығы 36 ұстаз қызмет етеді. Оның ішінде 2 ғылым кандидаты, 29 ғылым магистрі бар. Бөлім оқытушылары өздерінің кәсіби біліктіліктерін үздіксіз жетілдіру бағытында шығармашылықпен жұмыс жасайды. Осы мақсатта оқытушылар облыстық, республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысып, түрлі деңгейдегі біліктілікті арттыру курстарынан өтіп тұрады. Оқытушылар басқа өңірдегі әріптестермен іс-тәжірибе бөлісу мақсатында онлайн сабақтар өткізіп, оқулық, оқу-әдістемелік құралдар жұмысында да белсенді араласады. Бөлім студенттерінің заманауи, саналы білім алуына барлық жағдай жасалған. Бұл мақсатта арнайы жабдықталған оқу дәрісханалары мен лабораториялар жұмыс істейді. Мамандық бойынша кітап қоры өте бай. Бөлім студенттері колледжде және колледжден тыс өткізілетін барлық жұмыстарға белсенді түрде атсалысады. Мұның дәлелі ретінде бөлім студенттерінің колледжде құрылған томирис, кербез, робот негіздері, веб-дизайн, фото-видео ісі сияқты клуб жұмыстарына қатысуын айтуға болады. Бұл клубтарда бөлім студенттерінің 70% қамтылған. Бөлімнің оқу үрдісі жақсы жолға қойылған. Студенттер оқу процесі барысында оқытудың инновациялық педагогикалық технологиялары туралы толыққанды ақпарат алып, оларды практика барысында қолдануды үйренеді. Бүгінгі күні бөлімде 105 студент білім алуда. Олардың ішінде 64 ер, 41 қыз бала. Колледжіміздің түлектері еліміздің түпкір-түпкіріндегі мектептерде және басқа да салаларда табысты еңбек етуде. Мен Басылбекова Сабина Қуаныш. 2014-2018 жылдар аралығында Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжін информатика мамандығы бойынша тамамдадым. Қазіргі уақытта мен Ақмола облысы Жақсы ауданы Жезқазған негізгі мектебінде директордың тәрбиесінің орынбасары және информатика мұғалімі ретінде жұмыс атқарамын. Менің мамандығыма келетін болса, менің мамандығым информатика пәнінің мұғалімі. Информатика ол заманға. Информатика 21 ғасырда үлес қосатын мамандықтардың бірі деп есептеймін. Мен өз таңдауымды дұрыс таңдадым деп ойлаймын. Сіздер де дұрыс таңдау жасаңыздар.